Саламатсыздар ма? Бүгін біздер 2019-2020 жылғы оқу жылындағы информатика пәнінен қалалық олимпиадалардың, яғни екінші турын, республикалық олимпиаданың екінші туры, яғни қалалық немесе аудандық олимпиадалардың есептерін талқылау сериясын бастаймыз. Бүгін біздер екі есеп қарайтын боламыз, яғни А турының екі есебін қарайтын боламыз. Кеттік. Бірінші есеп бұл бізде бөлікштер деп аталады. А есебі. Бізге беріледі n бүтін саны берілген. Бізге осы n бүтін санына дейінгі, яғни бірден бастап n бүтін санына дейінгі бөлікштердің саны жұп болатын сандардың санын табыңыз деп аталады. Бұл жерде шатасып кетуге болады. Bir қарағанда бізде мынадай нәрсені сұрап тұрған сияқты. Мысалы, n 10 болатын болса, n 10-ға тең болатын болса, бізге мынадай нәрсені сұрап тұрған сияқты болып көрінуі мүмкін. Яғни бірден бастап бөлінетін сан жұп сандар 2, 4, 6, 6 бөлінбейді, 4 та бөлінбейді. 2 тек қана бар. Яғни 5 бізде тақсан. Сондықтан жауабы бұл жерде бір шығу керек еді, бірақ жауабы бір емес, өйткені әрмен қарай бұл есептің мынадай жалғасы бар. Яғни бөлгіштердің саны жұп болатын сандардың санын табыңыз дейді. n-ге дейінгі бөлгіштердің саны жұп болатын сандардың саны. Бізде беріледі шектеу, яғни n бірден үлкен болуы мүмкін, немесе тең болуы мүмкін, 10-нан 9 дәрежесіне шейін болуы мүмкін. Есептің форматында біздер бір жауабын шығаруымыз керекпіз. Яғни 10 болған кезде 7 болады дейді. Енді 7 қалай бұл жерде шықты қарайық. Және биылғы жылы қателеспесем бірінші рет болуы керек. Информатикадағы олимпиада есептерін тестілеу арнайы автоматтандырылған контестер жүйесінде, яғни тестілеу жүйесінде өткізілді. Яғни бұл жақта тестілеу жүйесі автоматтандырылған болғандықтан берілген шарттарға баса көбірек назар аудару керек. Яғни бізде 1-ден 6-шы номердегі тесттер, яғни 1000-нан аспайды, 7 мен 8 2 тест бізде 10-ның 5 дәрежесі, және 9 мен 13 тесттер өте үлкен, бізде 2 тест осындай сандардан тұрады екен. Енді кетті қарайық. n берілген, 10 берілген, жауап 7 шығу керек. Қалай 7 шықты? Бұл жерде астындағы мысалға түсініктемеге дұрыстап назар аударып оқуымыз керекпіз. Яғни бір санның бөлікші, яғни 10-ға дейінгі барлық сандардың бөлікштерін анықтауымыз керекпіз. Яғни бір санның бізде тек қана бір ғана бөлікші бар, ол 1. Бірдің саны бұл жерде тақ, яғни бір ғана сан. Демек тақ деген сөз. Келесі екінші сан, яғни 2 дейтін сан болатын болса, оған бөлінетін бізде 1 және 2 дейтін сан бар. Бұл жерде бұл сандардың саны, яғни 1 мен 2-ның саны бізде жұп. Келесі 3 дейтін санда 1 мен 3 жұп болады деген сөз. Келесі 4-те бізде 1, 2, 4 бұл жерде тақ. 5 болған кезде 1 мен 5 бар деген сөз, яғни бұл жерде жұп болады деген сөз. Әрмен қарай 6-да тақ, жұп, осылай кете береді. Егер қатты назар аударып көбірек қарайтын болсаңыздар, бұл жерде байқайсыздар. Тақ 1 рет, 2 рет, және бізде 3 рет шығып тұрғандығын қарайсыздар. Және бұл тақ дейтін жауаптар бізде қандай сандардан шығып тұр? Яғни 1-ден шығып тұр, көріп тұрсыздар, 4-ден шығып тұр, және бізде шығып тұр, 9-дан шығып тұр. Бұл процесс, бұл ереже немен түсіндіріледі? Бұл ереже сандардың бөлінгіштігімен, яғни бөлікштердің арасындағы мынадай ереже бар, яғни арнайы факторизация дейтін ереже бар. Негізінде бұл бөлікштерге де қатысты емес, тағы да басқа нәрселерге қатысты болуы мүмкін. Еске салатын айта кететін нәрсе, бұл есептің шешімін, бірінші шешімін ұсынған біздің админдеріміздің бірі Әзиз ағай болатын. Әзиз ағайдың байқауы бойынша, яғни факторизациясы бойынша байқаған, бірінші байқаған. Қараңыздар, 1 және 4 және 9 дейтін сандарды жазып қояйық, және кез келген бір 6 дейтін санды жазайық. Факторизация бойынша 4 дейтін санды алатын болсақ, 4 бөлінеді 2 және 4-ке бөлінеді. Бұл жерде факторизация бойынша біздер сандардың яғни түбірін қарауымызға болады. Яғни бөлінгіштігін анықтау бойынша тек түбіріне шейін қарауға болады. Түбірден шығады. Яғни бізге 4-ке дейін сандарды бөлудің де қажеті жоқ. Бізге 1-ден бастап 2-ке шейін сандарды бөлетін болсақ,
келесі осыған қарама қарсы бізде мынадай сандар сәйкес келеді деген сөз. Яғни 2-ге 2 сәйкес келеді деген сөз, және 4 сәйкес келеді деген сөз. Яғни бізде мына жақта бөлінетін сандардың саны қанша шықса да, яғни 2 шыға ма, 3 шыға ма, немесе 4 шыға ма, бәрібір оған қарама қарсы келетін дәл осындай сандар бар. Демек, жұп пен жұпты қосатын болсақ, бұл бәрібір жұпты береді деген сөз. Немесе мысалы 1 мен 1-ді алатын болсақ, 1 тек 1-ге ғана бөлінеді. Бірақ бұған қарама қарсы келетін сан келесі 1 деген сан. 1 деген сан, бұларды қосатын болсақ, жұпты сан шығады деген сөз. Бірақ бұл жерде қараңыздар, 1 мен 1-ді біздер 2 сан ретінде қарамаймыз, 1 мен 1-ді біздер 1 сан ретінде қараймыз. Мына жақта есептің берілгені ретінде. Демек, бұл жерде 2 мен 2-ні 1 сан ретінде қараймыз. Демек, 2 мен де 1 деген сөз нәтижесінде тақ болады деген сөз. Бұл жағдайда дәл сондай, яғни нәтижесінде тақ болады деген сөз. Яғни толық квадраттарда менде тақ сандар шығады. Басқа кез келген санда, жұп сан болсын, тақ сан болсын, ол бәрібір, егер ол квадрат болмайтын болса, толық квадрат болмайтын болса, ол жақтағы бөлінетін сандардың саны жұп болады деген сөз. Демек, бұл жерде ешқандай циклды да ештеңені ашудың қажеті жоқ. Бұл жерде біздер берілген n санынан, яғни n санынан алып тастайтын болсақ, толық квадраттардың санын алып тастайтын болсақ, нәтиже шығады деген сөз. Толық квадраттардың санында бізде циклды есептеудің қажеті жоқ, циклмен есептеудің қажеті жоқ. Бізде n 10 болған кезде толық квадраттардың саны бізде 3 болады деген сөз. Толық квадраттардың саны 3. Яғни 1, 4, 9 деген сөз. Мысалы, n 4 болған кезде, n 20 болған кезде бізде толық квадраттардың саны 4 болады деген сөз. Өйткені бұл жерде 16 қосылады. Әрмен қарай 5 болатын болса 5, осылай кете береді. Енді қараңыздар, 20-дан 10-нан 3-ті 4-ті қалай шығаруға болады деген сөз. Демек, 20-дан түбір астын шығарамыз. Және түбір астындағы сан бізде әрқашан бүтін сан шықпауы мүмкін. Яғни нақты сандарда шығуы мүмкін. Мысалы, 20-дан түбір табатын болсақ, 4 бүтін бір нәрсе шығады. Бұдан біздер бүтін бөлігінен тек қалдыратын болсақ, тек қана 4 қана қалдырады деген 4 дейтін санды аламыз. Демек, бізде n жуықтаймыз, яғни бүтін бөлігінен қана қалдырамыз, және n-нің түбір астын табамыз деген сөз, яғни s скверті n. Есептің нәтижесі осындай, тек осыны ғана шығаратын болсақ, есептің нәтижесі шықты деген сөз. Бізге берілген n дейтін сан берілген бар n. Енді назар аударатын бір нәрсе, қараңыздар, бізде n оның 9 дәрежесі болуы мүмкін. Бұл жерде n-ның типін long int деп алған дұрыс болатын шығар. Қазір Pascal ABC негізінде integer'да сияқты, бірақ қателеспесем, автоматты түрде тексеретін жүйеде long int'ті жазған дұрыс болатын сияқты. Осы n дейтін санды оқып аламыз. Нәтижесінде шығарамыз n минус trunc s скверті. Бұл жерде 10-ды жазбаймыз, n-ді жазамыз. Нәтижесінде қарайық. Нәтижесінде 10 беретін болсам, нәтижесінде менде 7 дұрыс. Және сіздерге informatics.kz сайтында арнайы тестілер берілген. Бұл тестілер менде бар. Жүктеп алып тексерулеріңізге болады. Второй максимум емес, бұл бізде четный цифр болу керек. Жұп сандар. Тестті қарайық. Бірінші тестіміз бұл бізде бұл емес деген сөз демек. Бұл емес. Тесті. Делителі ма? Бөлікштер, делителі. Тестті қарайтын болсақ, біріншісі бұл бізде 10. Екінші тестті қарап көрейік. Екінші тестті 100 дейтін сан екен. Мына жақтан бізде тауып аламыз. Делителі, ответі. Екінші тесттен 100-ден бізде шығу керек, 90 шығу керек деген сөз. Делителді қарап отырмыз ғой. 100-ден 90 шығу керек. 100-ді береміз, нәтижесі ретінде 90-ды аламыз. Және сонымен қатар үлкен тесттерде қарап көрейік. Яғни мынадай сан болған кезде 9.753.000 бір нәрсе дейтін санда бізде ответ қанша болады? 9-шы тестті қарайық.
9-шы тесттен мынадай сан шығуы керек. Так, береміз. Нәтижесі ретінде мынадай санды аламыз, және оны берілген санмен сәйкестендіріп көреміз. Так, бізде ответы 9-шы сан. Так, вперед. Так, мына жаққа қоятын болсам, екеуі бірдей, демек есептің жауабы дұрыс деген сөз. Яғни бірінші есептің жауабы тек қана бір ғана жолмен шығады деген сөз. Былай қарасаңыздар, күрделі есеп сияқты бізге арнайы әрбір санға дейінгі сандарды бөліп, олардың санап, оны тақ жұп анықтау керек сияқты, бірақ жақсылап ойланатын болсақ, бұлай емес екен. Так, есептің жауабын ұсынған ең бірінші болып Азиз админ екенін тағы да айтамыз. Келесі есеп бізде екінші максимум дейтін аталатын есеп. Бізге бірден бастап n саны берілген, яғни 7 болатын болса, келесі қатарда, екінші қатарда 7 сан берілген деген сөз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бізге шығаруымыз керек, біз 2-ден бастап n-ге дейін әрбір k үшін A массивінің алғашқы k санының ішіндегі екінші максимумды табуымыз керекпіз, дейді. Бұл жағдайда оның 5 дәрежесі берілген, яғни n-іміз демек оның 5 дәрежесі аспайды деген сөз, және екінші жолда осы n сан берілген деген сөз. Яғни 7 болатын болса 7 сан, 10 болатын болса 10 сан. Шығаруымыз керек, біз 2-ден бастап n-ге дейінгі әрбір k үшін есептің жауабын шығарамыз. Мынадай тест берілген, және нәтижесі мынадай. Бұл есепті де көп оқушылар меніңше шатасқан сияқты. Есептің берілгенін дұрыстап оқымаған болуы мүмкін, немесе дұрыс түсінбеуі мүмкін. Бұл жағдайда былай орап қарасаңыздар, есептің жауабымен және есептің берілгенін ойлап қарасаңыздар, максимумды алып тастап, тек қана қалған сандарды шығаратын болсаңыздар, есептің нәтижесі дұрыс шығатын сияқты. Бірақ бұл жерде олай емес. Мына тестте дәл солай болған, бұл жерде олай емес. Бізге әрбір k үшін 2-ден бастап екінші максимумды шығаруымыз керекпіз деген сөз. Яғни k деп отырғанымыз 2-ден басталады, яғни бірінші және екінші сандардың ішінен екінші максимум бұл бізде 1. Яғни бірінші максимум деп отырғанымыз 2, екінші максимум деп отырғанымыз 1. Келесі k 3 болған кезде жаңағы бізде 1, 2, 3-тің ішінен біздер 2-ні шығаруымыз керекпіз. Өйткені максимум бізде 3, және минимум 1, және одан кейінгі екінші максимум бізде 2 деген сөз. k 4 болған кезде бұл жерде біздер шығаруымыз керекпіз, 3-ті шығаруымыз керекпіз, өйткені максимум 3, минимум 1, және екінші максимум деп отырғанымыз 3. Бұлай қарасаңыздар, мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 жоқ, яғни мына қатарды береді деген сөз. Бұл есепте бізге массивті қолданудың да қажеті жоқ, өйткені неге бізде берілген санға байланысты шығатын сан әрбір итерацияда тек қана бір ғана сан деген сөз. Бір ғана сан, яғни ол екінші максимум. Енді қараңыздар, бізде берілген қатар нешеден басталады деген сөз. К бізде 2-ден басталады деген сөз. Демек, К-ның әрбір итерациясында біздер тек қана 2 санды қарауымызға болады деген сөз. Бірінші 2 санды қарайық. Бірінші 2 санда бізде максималды сан 2, минималды сан, яғни екінші саны бізде 1 деген сөз. Демек, екінші максимум бізде 1 деген сөз, яғни 1-ді шығарамыз. Екінші k 3 болған кезде бұл жерде бізде 1-ді қараудың да қажеті жоқ. Біздер келесі максималды санмен, яғни 3 пен 2-ның арасынан 2-ні алып шығаруымыз керекпіз. Бірақ мынадай жағдайлар болуы мүмкін. Келесі берілетін сан, мысалы, мынадай жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы, қазір бізде 1, 2 беріліп тұр, одан кейін 1, 2, 3 беріліп тұр. 1 мен 2 болған кезде түсінікті, 1-ді шығарамыз. 1 мен 2, 3 болған кезде біздер 2-ні шығаруымыз керекпіз, есептің нәтижесі ретінде. Енді бізге 3 дейтін сан қосылып тұр. 3 дейтін санның бізде мынадай 2 варианты болуы мүмкін. 3 дейтін сан бізде барлық сандардан үлкен деген сөз. Яғни барлық сандар болғанда алдындағы 2 саннан үлкен болуы мүмкін деген сөз. Және мынадай тағы да бір жағдайлары бар. Бұл сан 3 дейтін сан
мына екі санның ортасында орналасуы мүмкін. Яғни минималдан үлкен болуы мүмкін, және осының алдындағы максималдан кіші болуы мүмкін. Мысалы, қазір 1 мен 2 емес, мысалы 1 мен 5 берілетін болса, 3 болатын болса, яғни 3 деп отырғанымыз осы екі санның ортасында орналасады деген сөз. Және тағы да бір жағдай болуы мүмкін, 3 деп отырғанымыз кіші болуы мүмкін, 1 мен 5-тен де кіші болуы мүмкін. Яғни мына жағдайда 1 емес, мысалы 4 дейтін сан берілетін болса, 3 деп отырғанымыз кіші 4 пен 5-тен. Басқа жағдайлар болуы мүмкін емес деген сөз. Осы берілген ережені пайдаланып, біздер есептің жауабын шығаруымызға болады. Бізге арнайы алдын ала екі санды оқып алуымыз керек болады, және екі санның ішінен және максималды және минималды сандарды тауып аламыз. Келесі циклдың итерациясында, бұлар уже циклмен кететін болады. Келесі n санды оқимыз, келесі a енші санды оқимыз. Және бұл сан осы екі саннан үлкен болатын болса, онда осыны максимум деп аламыз, және осының алдындағы максимумды минимум деп алатын боламыз. 2 болатын болса, осының алдындағы максимумды минимум деп аламыз, және осы минимумды шығаратын боламыз. Бұл бірінші жағдайы. Екінші жағдайы бізде егер екеуінің ортасында болатын болса, онда максимумды өзгеріссіз қалдырамыз, минимумды осы сан деп аламыз. Яғни бұл 2 болатын болса, бұл жағдайда. Үшінші жағдайы бізде екеуінен де кіші болатын болса, онда ештеңе жасамаймыз. Минималды санды қайтадан шығара береміз. Демек, var бізге керек болады n. Есептің берілгені бойынша n-дердің саны 5-ның 10-ның, демек a, i деп отырғанымыз 10-ның 9 дәрежесі болуы мүмкін дейді. Демек, біздер a, b және n-ді оқып алайық. Бұлар бізде long int болсын. Long int, яғни ұзын int. Әрмен қарай бізге minді және maxты оқып алу керек болады. Басқа айнымалар керек емес болу керек. Бірінші біздер radial'ын оқып аламыз, n-ді оқып аламыз. Және екі санды қатар оқимыз. Бұл екі сан, бірінші берілген сан a және b. Осы екі санға байланысты мен тексерейін. Егер a үлкен болатын болса b-дан, онда біздер maxты a деп аламыз, және minді b деп аламыз. Және n керек болады, және мына жақта бекен керек болады. Бұл жерде арнайы min дейтін функцияны, немесе max дейтін функцияны пайдалануға болады. Біздер шартпен кеттік, бола берсін. Егер керісінше болатын болса, онда maxке бұны аламыз, minге аны алатын боламыз. Нүктелі үтір, және мына жерде нүктелі үтір. Және осы екі санның бізде минималды санын шығарып кетеміз. Яғни бұл екі санды оқып алдық, 1 мен 2, және 1-ді шығарып кетуіміз керекпіз. 1 бізде нәтижесі бізде тұр, минде тұр деген сөз. Және өте маңызды нәрсе, шығару форматында қараңыздар, бір санды шығарғаннан кейін арасында бір бос орын шығуы керек. Демек, бір бос орын шығарамыз. Келесі циклдың ішінде, яғни i дейтін параметрлар 1 n-2. Неге -2? Өйткені біздер екі санды оқып тастадық. Бұларды оқудың қажеті жоқ. Begin end. Сервис форматирует код. Rate ln. Бізде begin'ді ұмытып кеткенбіз, және нені ұмытып кеткенбіз? End'ті ұмытып кеткенбіз. Форматирует код. Ладно, қазір. Бұл жағдайда не жоқ деген сөз, бізде else жоқ деген сөз. Және бізде келесі rate. Бұл жағдайда кез келген a-ны немесе b-ны оқуға беруге болады.
ол сандар бізге қажет емес. Аға оқып алайық. If егер жаңағы жағдайларды жазамыз. Егер А үлкен болатын болса максимумнан, демек біздер бір нәрсе жасаймыз. Біздер не жасаймыз? Егер ол барлығынан да үлкен болатын болса, демек максимум. Бұл жағдайда бірінші минимум меншіктейді максты. Яғни макс меншіктейді бізде аны деген сөз. Екеуіндердің орындарын алмастырам. Әйтпесе бізде else. Әйтпесе егер А үлкен болатын болса минимумнан, демек бұл макс пен минимумның ортасында болды деген сөз. Демек біздер begin, бұл жақта begin керекте емес сияқты, then min меншіктейді аны. Егер екеуінен де кіші болатын болса, ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Демек мына жақта бұл жақта if керек болатын шығар, if керек болады екен. Және осы циклдың ішінде біздер есептің нәтижесін шығарамыз, яғни минимумды шығаратын боламыз. Болды? Басқа ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Негізгі алгоритміміз бізде осындай бір циклмен шықты деген сөз. Тексеріп көрейік. Begin and түгел. Бір жерде біздер бұл жағдайда неге begin тұр? Неге бұлай болып кеткен? Бұл жағдайда бізде begin тұру керек. 7 сан есептің берілгенде. Бұл 7 санды көшіріп алып, салып көрейік. Нәтижесі ретінде қараңыздар 1, 2, 3, 5, 6 шықты. Демек, бұл жағдайда тесттермен тексеріп көруге болады. Бұл есеп, қателеспесем, екінші максимум деп аталады. Тесттерді көрейік. Өте үлкен сандар болуы мүмкін, сондықтан. Өте үлкен сандар болуы мүмкін, сондықтан. 100 болған кезде, және мынадай сандар болған кезде, нәтижесі менде мына санға тең деген сөз. Бұл жерде енді салыстырғанда әрбір санды жеке-жеке салыстыра алмаймыз. Бірақ салыстырып көрейік, қараңыздар. Менде бір нәрсе қалып қойған жоқ па? 32, 74 мың берілгені. Бір жерде қателескенбіз. Егер А бұдан үлкен болатын болса, онда А максимум Аны меншіктейді деген сөз. Минимум бұны меншіктейді деген сөз. Және кіші болатын болса, онда керісінше максимум Аны бұны меншіктейді, минимумды шығарамыз, Аны шығарамыз. 100 сан болатын болса, мен 2 санды оқып алдым, 98. Бұл жерде 3 болмай ма? Бұл жерде 3 болмай-ақ қойсын, бірақ біздер 3-тен бастайық. Келесі санды оқып аламыз. 32 мың дейтін санды оқып аламыз, 32-ден басталатын. Бұл А макстен үлкен ба? 74-тен үлкен емес, демек. Бізде қазір переполнение болып тұрған жоқ па, лонгинт. 100. Бір жерде қателестік, қазір 1 минут. Егер максимумнан үлкен болатын болса, яғни бұған дейінгі максимумнан үлкен болатын болса, демек минимум меншіктейді максты, яғни орнын алмастырамыз. Макс меншіктейді Аны. Өте дұрыс. Әйтпесе, егер ол максимумнан үлкен болмаса,
және минимумнан үлкен болса, демек ол минимумнан кіші емес деген сөз. Мұндай болатын болса, бізде минимум меншіктейді аны деген сөз. Максты ешқандай өзгеріссіз қалдырамыз деген сөз. Өте дұрыс. Мен қазір бұл жақпен салыстырмаймыз біздер. Кешіресіздер, бір минут. Тест, второй максимум, бұлардың жауабымен салыстырамыз. Бұл нешінші тест болды? Екінші тест па? Екінші тест сияқты. Екінші тесттің жауабы ретінде, бір минут. Копировать етілмей ма? Жақсы. Копировать етілмей қойсын. 31 мыңнан басталама бұл есеп? Жоқ. 31 мыңнан басталмайды. Демек, бұл тест емес деген сөз. Үшінші тест деп қателеспеймін. Осы тест екен. Нәтижесінде қараңыздар. Мына жақты қараңыздар, сағындар болады. 31 мың, 31, одан кейін 32, 64, 74, және есептің жауабы дұрыс деген сөз. Өзімізбен өзіміз шатасып кеттік қазір. Есептің нәтижесі мен нәтижесін салыстырудың орнына есептің берілгенімен оның нәтижесін салыстырып кетіппіз. Есептің алгоритмі дұрыс болды. Бұл есепте бұлай шығарсаңыздар да болады, бірақ қараңыздар, бірден бастап к-ға шейін цикл ашып, олардың ішінен минимум тауып шығаруларыңызға болады. Бірден бастап 3-ке шейін цикл ашып, 4-ке шейін тағы да осылай циклдарды ашып шығаруларыңызға болады. Бірақ берілген сан өте үлкен, көріп тұрсыздар, оның 5 дәрежесі. Демек, оның 5 дәрежесі болатын болса, бұлардың әрбір қайсының ішінде оның берілген санға шейін цикл ашатын болсаңыздар, өте көп итерация болып кетеді. Бұл есептің берілген уақытынан үлгере алмайсыздар деген сөз. Бүгінше осы, алдағы уақытта келесі басқа есептерді қарайтын боламыз.